Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі оқылатын дәріс двигательдер конструкциясы және динамикасы пәні бойынша тақырып двигательдерді техникалық пайдалану дәрісі бойынша оқылады. Дәріс оқушы экономика және бизнес кафедрасының доценті Шәмеш Ақынғазиев. Ішке жанатын қозғалыстарды техникалық пайдалану мәселесін қараймыз. Ондағы дәрістің бүгінгі мақсаты мен міндеттері алдарыңызда келтірілген, оқып қарап танысыңыздар. Бұндағы ең маңызды мәселе от алдыру болып табылады. От алдыру алдында реттеу жұмыстары болады. Сол қозғалтқышты ұзақ сақтау керек болса, оның ішкі және сыртқы беттерін антикоррозиялық маймен, пушка майы және авиациялық майдың бірде-бір қатынасы арқылы алған қоспамен жасалынады. Қозғалтқышты сақтаудан шығарып, жұмысқа қосуды жеделдету үшін оны қақпағымен жауып, қыс кезінде картерге 110 градус Цельсий температурадағы 6-дан 10 килограммға дейінгі май құйылады. Майды 3-5 минут құйғаннан кейін қайта қыздырып, қайтадан қозғалтқышқа құяды. Сақтау майын шығару үшін иінді біліктің екі жағына 4-5 айналымға шартпен айналдырылады. Сақтау майларын толығымен алып тастағаннан кейін картердің тоғу тесігін жауып, сыртын сүртіп, жүргізіп көруге болады. Жүргізіп көруді белгілі тәртіппен орындайды. Ол алдарыңызда келтірілген сайтта көрсетілген, қарап танысыңыздар толықтай. От алдыруға дайындау, от алдыру, қозғалтқыштың жұмысын тоқтату сияқты мәселелер қарастыратын болсақ, қозғалтқышты отынмен, сумен және маймен толтырғанда төмендегі ережелер сақталуы керек. Ыдыс таза болуы және оған шаң, қар немесе ылғал түсірмейтін құрылым болу керек. Отынды құяр алдында отын сүзгілері өткізіліп, немесе тұндырылып, механикалық қоспаларын тазартулары қажет. Ешқашанда отын және май шанақтардың, радиатордың қақпақтары ашық қалмауы керек. Қозғалтқышқа отын, май және су талап етілген деңгейге дейін ғана құйылуы қажет. Майлау жүйесіне май тор сүзгі арқылы құйылуы керек. Майларды алдын ала сүзгілеу, майлау жүйесінің сүзгілеушісі элементтерінің пайдалану мерзімін ұзартады және бөлшектерді уақытынан бұрын толтырудан сақтандырады. Қозғалтқыштың суыту жүйесіне алдын ала механикалық қоспалардан, құмнан және кірден тазартылатын жұмсақ су құйылуы керек. Қатты суда қозғалтқыш жейдесіне қақтырғызатын кальций және магний тұздары пайда болады. Алдарыңызда келтірілген сайтта су қаттылығын уақытша тұрақты және жалпы деп бөледі. Соған байланысты олардың негізгі түсініктері келтірілген. Соны ұғынып алыңыздар. Қатты суды алдын ала жұмсартып қолдану керек. Қысқы күні қозғалтқышқа ыстық сумен май құю керек. От алдырар алдында май 60-90 градус Цельсийге дейін, яғни оны 120 градус Цельсийге дейін асыра қыздыруға болмайды. Осы деңгейде 60-90 градус деңгейде жылытуы керек. Судың температурасы құюды бастағанда 40-60 градустан кем болмауы керек. Жылытылған суды төгу шүмегі ашық кезде
құяды. Одан жылы су аға бастағанда шүмекті жабады. Енді осы оталдыру алдындағы негізгі қозғалтқыштардың тексерілуі алдымыздағы сайтта келтірілген. Осы дағы негізгі керекті жағдайларды, ұғымдарды түсініп біліп алу қажет. Қозғалтқышты сығылған ауамен оталдыру тәртібі былай жүргізіледі. Біріншіден, отын беру иінтірегін бос жүріс режиміне қарағанда көбірек беретін күйге қояды. Екіншіден, ауа баллонның вентилін ашады. Бұл кезде отын беру краны жабық болуы керек. Үшіншіден, иінді білік бірінші айналымдарын жасап, май манометрі 0,15-тен 1-ге дейін аралықта килограмм сантиметр квадратта болу керек. Онан кем болмау керек. Ол кезде отын беру кранын ашып, қозғалтқышты тұрақты режимде қыздыруға көшеді. Яғни тұрақты режим 600-800 айналу минутына. Сол аралықта қамтамасыз ету қажет. Егер манометр май қысымын төмен етіп көрсетсе, онда қозғалтқышты шұғыл тоқтатып, ақауын дұрыстау керек. Қозғалтқышта майдың температурасы 55 градус Цельсийге, ал судыкі 60 градус Цельсийге жеткенде ақырындап күш салмақты көбейту режимдеріне өтеді. Қозғалтқышты қыздыру кезінде қысым мен айналма майланбайтын бөлшектердің майлануы бақылау қажет. Қозғалтқышты жұмыс істеп тұрғанда бақылау. Бұл кезде қозғалтқышты пайдалану керек кезіндегі бақылау аспаптарының, сондай-ақ аккумулятор батареяларының зарядтауын бақылайтын аспаптың жұмысын қарау керек. Бір режимнен екінші режимге ақырын жайлау ауыстыру керек. Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштың жүйелерінде отын мен май қысымдарының шектен тыс төмендеуі, май мен су қалыпты жұмыс істеу жағдайында бұзылу себептерін анықтау керек. Тек ақауларды дұрыстағаннан кейін ғана жаңадан от алдыруды бастау қажет. Қозғалтқыштарды тоқтату мәселесі. Бұнда қозғалтқышты тоқтатар алдында күш салмақты төмендеді, айналу жиілігін бос жүріс шамасына дейін азайтып, сол режимде суыту жүйесіне судың температурасы 55-60 градус күнге дейін жұмыс істейді. Сонан кейін отын беру иінтірегін ақырындап тоқтату қалпына келтіреді. Күш салмақпен жұмыс істеп тұрған қозғалтқышты тоқтатпауға тырысу керек. Өйткені бұл бөлшектердің тез тозуына соқтырады. Егер қозғалтқышты тоқтататын кезде қоршаған орта температурасы -30 градус Цельсийден төмен болса, онда суыту жүйесінен антифризді құйып алмауға болады. Төменгі температурада қататын сұйық ретінде спирт, глицерин және су қоспасын пайдалануға болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.